Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге мен оқып жүрген кітапты үйретемін. Бұл кітапты Джордж Сэмюэл Клейсон жазған. Оны мен байлық әліппесі деп айтайын. Мен осы Вавилон кітабын кітапханадан алдым. Бірақ та мен соткамнан оны орысша оқып жүрдім. Мен білмедім кітапханада осындай кітап бар екен. Сұрап көрдім, маған қазақша түрін беріпті екен. Бүгін сіздерге көп нәрсе айтқым келеді. Мысалы, мен сіздерге орысша айтайын. Человек, которому нужно было золото. Ана жерде ең главный героесі, адамы, банкир. Ол жерде қалай ақша табады, қалай достармен жүреді, және қалай ең бай адаммен танысқанын үйретеді. Ең бай адам Вавилонда ол Джордж Клейсон Сэмюэл. Бірақ оны қысқаша айтуға болады. Аркад. Мен сол жерде оқыдым орысша түрін. Түсініктерімізді сіздерге айтамын. Ол жерде банкир көп ақша таба алмай жүргенде әйелісі айтқан, не ақша қайда, біз тамақ іше алмай жүрміз деп. Банкир былай айтады: мен жұмыс істеп жүрмін, ақша алып жүрмін. Ақша табам деп жүрді. Ол колесница жасап жүрген. Колесница жасаған үшін 2 лира берген өміріне. Сосын банкир бір бай адамға заказ етті. Айтты бай адам: сен маған жақсы колесница жасасаң, мен саған көп ақша берем деді. Сосын банкир ойланады: ақша көп алу үшін көп жұмыс істеу керек. Дұрыс қой. Ойланды, принимать етті. Өйткені оған ақша керек болыпты. Қиын түрде болған ғой, ол шыға алмаған, өзін проблемадан шыға алмаған. Сосын айтады: сол үшін 1 ай өтіп кетті. Банкир көп терлеп шығып өз жұмысын жасаған. Бірақ та бай адам оған 50 лира берген. Осы үшін ғана емес дейді. Сосын банкирдің досы болды. Оның досы аты сіздерге айтайын. Банкирдің досы екеуі бірге жүргісі келген. Және өз 3-ші досындағы ең баяғы досты есіне түсірген олар. Оның 3-ші достары ең бай адам болған, Аркад, Вавилонда. Сосын банкир және досымен Аркадқа барады. Аркадтан ақша сұрайды. Аркад, сен қалай бай адам болдың? Бізге ақша бере аласың ба деп сұраған. Аркад бұлай жауап береді: сендерге менің ақшам неге керек? Мен өз ақшамды өзімде ұстаймын. Сендерде ақша жоқ па, жұмыс жоқ па деп айтып шығады. Банкир жұмысын айтады, және досында айтады: біз осындай жағдайдамыз, сен біздің досымыз болғансың ғой, көмектесе аласың ба деп айтқан. Ал Аркад бұлай жауап береді: сендер көп ақша құртай бересіңдер. Сендерде өйткен ақша жоқ, өйткен ақша сендерді құлағынан іліп ұсталған дейді. Ал орысша түсіндіргенде ақшаларын достары ақшаға раб болып қалды. Бірақ та дұрыс емес. Аркад былай айтады: менің ақшам маған раб болды. Мен оның рабым болған жоқпын. Ол маған раб болды. Сондықтан мен сендерге үйретемін. Ақша құртпау көп, соны үйретемін дейді. Сосын Аркад банкир достарға түсіндіреді: осыны бұлай істейсің деп. Мысалы, банкирдің өмірі дұрыс болған жоқ деп айтады.
Сен өмірің жақсы колесница жасап жүрсің. Ол ең мықты жұмыс дейді. Бірақ та сен ақшаны көп құтасың дейді. Мысалы, сен бір күні ақшаны алдың, сосын тез құрттың бүкіл ақшаны. Мысалы, сен 2 лираны алдың, мені, жарайды 10 лира дейік. Бір күнде зарплатасы 10 лира. Енді 10 лираны қалай құртамыз? Бүкіл продукты және нан, сүт үйге керек заттарды алу үшін Аркад бүкіл ақшаны құртады. Бірақ та құртпау үшін мен 10 монета 9-дан 1 монетасын қалдырам дейді. 10 монетада 9-ға 1-ді қосам 10 болады ғой, ә? Ал 1 бөлігін қалдыр қояды ол. 1 бөлігін бір жерге салып қояды.